Ет дегенде бет бар ма? Енді бұл әңгіме тек дастархан басында айтылмайтын секілді. Әңгіме дәл осы ет саудасында жүргендерді мал етінің қауіпті не қауіпсіз екені анықталмай жатып сата береді. Кінәні мал дәрігерлеріне арта салайын десең, жетісіп жүрген олар жоқ. Жалақысы аз, ғимараттар талапқа сай емес, қолындағы құрал жабдықтары тапшы, екпе салайын десе вакцинада уақытылы келмейтін көрінеді. Осы мәселені сенаторлар қызыл кеңірдек болып талқылап, салалық министрді сілкіп алды. Сіз өзіңіз қанша болды істеп отқаныңызға? 6 ай болды. 6 ай болды. Сенаттағы аграрлық мәселелер табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің отырысындағы диалогтан үзінді. Ветеринария комитеті төрағасының 15 минуттық баяндамасынан кейін Әли Бектаев сөз алды. Салада барлығы жақсы дегеннен ар аспайтын есептің қажеттілігі шамалы деген сенатор, керісінше, бар мәселелерді ортаға салып, шешу жолдарын қарастыруға шақырды. Басқа жақтан келе жатқан басқа мемлекеттің, көрші мемлекеттердің продукциясын шектейміз деп шектеу қойсақ, оны лаборатория жағынан дәлелдеп бере алмаймыз. Неге оны біз шектеп отырмыз? Себебі біздің лабораторияларымыздың мощности жетпейді. Ветеринария саласы деген ең бірінші біздің азық-түліктің қауіпсіздігі, азаматтарымыздың, әсіресе балаларымыздың денсаулығы, енді одан артық не керегі бар? Айтуға тұрарлық мәселе өте көп. Оны өзге сенаторлармен шақырылған сарапшылар тізіп шықты. Ішіндегі ең өзектісі барлығымыз тұтынып жүрген еттің тазалығы. Базарларда сатылатын тауардың күмәнді екені талай айтылды бұған дейінде. Алайда бұл жолы жаға ұстатарлық себебі жария болды. В стране нет контроля. Елімізде еттің қайдан келгені бақыланбайды. Заңнамаға сәйкес бруцеллез анықталған жағдайда мал оқшауланып санитарлық союға жіберіледі. Одан 12 сағат ішінде өзгерістер байқалмаса, иесіне қайтарылады. Кейін етін қайда сатса да шектеу жоқ. Санитарлық сою кезінде міндетті түрде ПЦР сынамасы алынады. Ауру анықталса, карантиндік шаралар қолға алынады. Алайда көп жағдайда сынама нәтижелері дайын болғанша ет сатылып та кетеді. Еш кедергісіз базарға ауру малдың етін алып келеді де, жеке ветеринарлық инспектор қалтасына сыбағасын салып, өткізіп жібереді. Шешілуі тиіс мәселенің тағы бір парасын айта кетейік. Ауылдық округтердің 70%-ында типтік ветеринарлық пункт жоқ. Биопрепараттармен қамту жолға қойылмаған. Арнайы киімдер мен құралдарда тапшылық. Вакциналар уақытылы жеткізілмейді. Соңғысын сәл тарқатар болсақ. Отырысқа қатысқандардың келтірген дерегі бойынша Сібір жарасына қарсы екпемен қамтылу 60% шамасында. Салада кадр тапшылығы мәселесі де өршіп тұр. 4745. Биылғы оқу жылында елімізде 4745 студент ветеринария мамандығын меңгеріп жатыр. Олардың 70% мемлекет бюджет есебінен білім алуда. Осыншама тәлімгерлердің барлығы қай жерге жұмысқа орналасады? Сіздердің статистикаларыңыз бойынша 85% түлек орнын тапқан. Ал аймақтарда зейнет жасына жақындап қалған мамандар жұмыс істеп жатыр. Жастардың барғысы жоқ. Осы қайшылықты түсіну қиын. Бізге шынымен сонша жоғары білімді маман қажет пе? Мамандарды дайындаумен 11 жоғары оқу орны айналысуда. Салалық министрліктің өкілдері айтуынша, қазір мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, түлектерді ауылдарға баруға ынталандыру жұмысы қолға алынып отыр. Жалпы салада 20 мыңдай қызметкер жұмыс істейді. Олардың ішінде комитет, инспекциялар, ғылыми зертханалар, құрылымдық бөлімдегілер де бар. Ел бойынша 600 ветеринар жетіспейді. Бұл тұста жалақы мәселесі де күрделі. Ауылдық жерлердегі мал дәрігерінің айлығы 220 мың теңге көлемінде. Әрине аз. Біз өз кезегімізде қазір мына жаңа ветеринария туралы заңға өзгеріс енгізу бойынша депутаттардың бастамасымен заңға өзгеріс енгізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соның аясында біздер қосымша ветеринар дәрігерлерге үстемақы белгілеу жөнінде ұсынысымыз бар. Ол жөнінде тиісті қаражатты сұрау жөнінде біз қаржы министрлігіне өз ұсынысымызды бердік. Комитет отырысы барысында айтылған келелі мәселелер ерекше назарда болатыны айтылды. Сенатор Әли Бектаев ветеринария саласында түбегейлі өзгерістер болады деген уәде орындаларына үмітті екенін білдірді.